Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз адам денсаулығына ең қауіпті әдеттердің бірі шылым шегу туралы айтамыз. Сіз білесіз бе, шылым тек өкпені ғана емес, бүкіл ағзаны улайды. Кейбір зияндарын естісеңіз, темекіні бірден тастағыңыз келеді. Соңына дейін қарап шығыңыз, бұл видео өміріңізді өзгертуі мүмкін. Темекінің құрамында не бар? Темекі түтінінде 7000-нан астам химиялық зат бар. Оның ішінде никотин, ол тәуелділік тудырады. Көміртегінің тотығы, ол қандағы оттегіні ығыстырады. Формальдегид, бензол, мышьяк, бұл қатерлі ісікті тудыратын заттар. Және шайырлар. Шайырлар дегеніміз смола. Яғни өкпеде жиналып, тыныс жолдарын жабады. Бұл заттардың көбі у, ал кейбірі рак тудыратын канцерогенді заттар. Бірінші, темекінің өкпеге әсері қалай болады? Шылым шегу ол өкпенің қатерлі ісігінің нөмірі бірінші себебі. Одан кейін шылым шегу созылмалы бронхит, эмфизема, демікпе сияқты ауруларға әкеледі. Өкпе альвеолаларына бұзылып, тыныс жетіспеушілігі дамиды. Өкпеңіз жастай қартаяды. Одан кейін темекінің жүрек пен қан тамырларына әсері. Шылым шегу жүрек ауруына әкелетін бірінші фактор. Қан қысымын көтереді, тамырларды тарылтады. Жүрек талмасына, инсультке, тромбозға себеп болады. Темекі тартатындарда инфаркт 2-4 есе жиі кездеседі. Ал темекінің асқазан мен ас қорыту жүйесіне тигізетін әсеріне, яғни зиянына келетін болсақ, ол асқазан жарасы, гастрит, темекі әсерінен ушығады. Өңеш, асқазан, ұйқы безі қатерлі ісігінің қаупін 2-3 есеге арттырады. Тамақтың дәмін сезу әлсірейді, тәбет бұзылады. Ал темекінің теріге әсеріне келетін болсақ, терінің қартаю мен сырт келбетінің нашарлауына әкеледі. Темекі терінің қанмен қамтамасыз етілуін нашарлатады, ерте әжімнің пайда болуына себепші болады, беттің түсі сарғыш сұрғылт түсті болады, шашымыз сирейді, тістер сары түсті болады және иіс пайда болады. Әйелдер мен ерлердің денсаулығына тигізетін зиянына келетін болсақ, әйелдерде жүктілік кезінде түсік тастау немесе шала туу болуы мүмкін. Және бедеулік, гормоналды бұзылуларға келеді. Ал ер адамдарға келетін болсақ, ер адамдарда ұрықтың сапасын нашарлатады, импотенция мен бедеуліктің қаупін арттырады. Ал пассивті шылым шегудің зиянына келетін болсақ, үйде темекі тарту баланың денсаулығына қауіпті. Жиі жөтел, бронхит, астма тудыруы мүмкін. Баланың оқу үлгерімі төмендеп кетуі мүмкін. Немесе назарын бір нәрсеге аудара алмай қиналуы мүмкін. Балаларда темекі иісіне бой үйреніп, кейін өздері де тартуы мүмкін. Ал темекінің біздің психикамызға тигізетін зиянды әсеріне келетін болсақ, ол темекі тәуелділікке әкеледі. Құрамындағы никотин миға әсер етеді. Адам мазасыз, ашуланшақ болады. Шылым шекпей тұра алмайтындай күйге түседі. Ұйқының сапасы нашарлайды. Темекіні тастау не береді? Егер сіз темекіні бір уақытта қойып кетсеңіз, мысалы дәл осы уақытта тоқтатып темекіні қойып кетсеңіз, онда сізде 20 минуттан соң қан қысымыңыз бен жүрегіңіздің соғысы қалыпқа келеді. Ал 24 сағаттан соң, яғни бір күннен соң, сізде инфаркт қаупі төмендейді. Ал бір аптада сіздің иіс сезу және дәм сезу рецепторларыңыз жақсарады. Ал бір жылда сіз жүрек ауруы қаупін 2 есе азайтасыз. Ал 5-10 жыл ішінде сіз инсульт пен қатерлі ісік ауруының қаупін мүлдем төмендетесіз. Енді қорытындылай келетін болсақ, темекі ол көзге көрінбейтін үнсіз у. Ол сіздің денсаулығыңызды ғана емес, өміріңіздің сапасын да ұрлайды. Бүгін темекіні тастауға ең жақсы күн. Жақындарыңызды ойлаңыз, өзіңізді сыйлаңыз, темекіге жоқ деп айтыңыз.
бұл нағыз ерлік, ержектік.